Өткендегі қалау және ерік-жігердің тақырыбына мысалдар бере кетейік. Және де бұл да өте атақты, қатты қолданылатын сезімдердің бірі. Бір болашақтан уайымдау деген. Енді жақын болашағымыз бар, болашағымыз не болады, қайта оқиды, не болып кетеді, елдің жағдайы, менің жағдайым не болады дегендей, адамда бір болашаққа деген бір уайым бар. Ол табиғи уайым. Ал ол сезімді біз қысқа болашаққа қолданып тастайтын болсақ, онда орынсыз болып саналады. Өйткені ақиқи болашақ бізде барзах әлемінен келген ақыр заман ғой. Егер мәңгілік өмір, сол болашақты ойлау керек бізді. Яғни бұл сезімді қолданған кезде бұл дүниелік пландарымызды орындауға және де әр ісімізден болашаққа инвестировать етіп тұру керек. Ол болашақ 1 жыл немесе 10 жылдан кейін болашақ емес, ақиқи болашақ. Яғни барзах әлемінен кейін болған қияметке ойлау керекпіз. Алла осы болашаққа қатысты сезімді бізде қияметтегі жағдайларында ойласын. Қияметте кімдердің қатарынан тіріледі, қияметте амал таптерін кімнің қай жақтан, оң жақ па, сол жақтан алады. Осыны уайымдап, сол жағдаймен бұл өмірде өту үшін сол сезімді берген еді. Алайда біз бұл сезімді тек қана дүниелік мақсаттарда, дүниелік болашақтың шектеп қойғандықтан, ақыретке болмағандықтан, іште бізде сезімдердің арасында бір келіспеушілік болады. Ол бір қанағатсыздық сезінеді. Кейін де барып біз уайымдай бастаймыз да. Үрей басталады болашақтан, қорқыныш пайда болады. Оның барлығы сезімдерді, латайыфтарды дұрыс қолданбағаннан пайда болады. Немесе басқа бір мәселені айтайық. Тура осы баптан Алла тағала бізге бір мақам деген нәрсе бар ғой, бір статус, бастық болу дегенді бір сүйеміз. Яғни не то что бәріміз сүйеміз. Егер берсе, отказ бермейміз деген сияқты айтпасақ та. Яғни бізде бір мақамға деген бір қызығушылық бар. Бір дүниеге деген бір қызығушылық бар. Ол қызығушылық жақсы. Алайда біз дүниелік деңгейде бір мансапқа таласу үшін, біреумен қырлы ораға жету үшін емес, Алла тағала бұл сезімді бізге қияметтегі пайғамбарлардың қауымында тірілесін ба? Қияметтегі махшар алаңында қай мақамда тірілесін? Соны уайымдасын деп берген еді бұл сезімді. Шынайы мақамды біз бәріміз қалаймыз, біз рухымыз қалайды. Алайда ол рухымыз қалаған мақам ақыреттегі пайғамбарлармен, шәйіттермен, салихалы құлдардың қатарында, солардың ауласында тіріліп, жәннатта сол деңгейде болу, сол мақамды ойланып, уайымдап, сол үшін қолдансын деп берілген еді бұл сезім. Егер біз бұл сезімді және де бұл дүниелік болашаққа, дүниелік бір мақамға, материалдық бір қолжетімді бір мақсатқа қолданатын болсақ, онда бұл латифаның хаққысы берілмеген болып саналады. Ал егер берілмесе хаққысы, ол бір белгілі деңгейде күнә болып саналады. Өйткені бұл сезімдер ақиқи былай ғой, ақыретке 90% десек, бұл дүниеге 10% қолдану керек едік. Мақам, дүниеде ойлаймыз, 10% қолдан, 90% ақыретке ойлау керекпіз. Яғни болашақты ойлаған кезде де солай. Бұл дүниеде 10%, қалған 90% болашағымыз ақыретте болады. Яғни процентный соотношениен ойлаған өзінде де біз латифаларымызды 90% ары қаратай кететін сезімімізді бұл дүниеге шектеп тастаған кезде көптеген бір теріс бір көріністер туындайды қоғамда. Алла тағала берілген латифаларын хаққысын Құран мен сүннеттің шеңберінде дұрыс басқаруымызды нәсіп етсін.